біздің қазақтарымыздың күшті жақсы мақалдары бар. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнін жоқ. Тағы мақала. Оқығаны күн, оқымағаны түн. Маған жиі сұрап жатыр, аға, сіз неге қазақтар туралы уайымдап жүрсіз ғой? Мен оларға айтып отырмын, ал кімге туралы мен алаңдауым керек? Өзім қазақпын, өзім халық туралы уайымдап жүрмін. Сол себепте мына құрылтайға, мына мәжіліске өткім келеді. Өзіміздің қазақтарға көмек көрсетуім келеді. Әрине, жалғыз өзім көп жасай алмаймын. Бірақ егер осындай тамшы бір мынандай қазақ мұхитке қоссаң, көмектессең, мен ойымша, мен өмір бекер емес, өмір сүрген жоқ, сүрген. Сол себепте. Мен бір автотұрақта қойған көлігім, машинам көлігім қойған. Сол жерде 3-4 бала шаға, қазақ балалары, кішкентай 7-8 білмеймін, күні бойы жүреді сол жерде. Времянка бар ғой ана жерде, сол жақында жүріп жатыр. Соған көрсем, таңертең кешке шейін жүріп жатыр оны. Мен күзде бар ғой, жұқа майкамен жүреді балалар, қазақтар, өзіміз қара көздің балалар. Сол себепті өкінішпен қараймын. Уже күзде жүрген мынандай жұқа майкамен жөтіліп жатыр балалар. Мен жақындамадым, керек жоқ, ойлайды. Алыстан қарадым, өкінішпен қарадым. Соны шешесі, анасы көрдім, бір-ақ рет ұстап алдым. Мына сіздің балаңыз деп, бір келді ғой, шақырып жатыр ғой, Қайрат, ер болма, сол балалар, білмеймін аталар. Сіздің балаңыз ба? Ол айтады, иә, менің балам, ұлымдар деп. Ал неге сіздің балаңыз күні бойы талада жүреді? Ал сізге не, ол маған сұрады, сізге не керек? Ол маған керек жоқ ештеңе. Просто күнде көріп қалсам, балалар сіздің далада таңертең кешке шейін далада жүреді. Неге кітаппен отырмайды? Неге оқымайды? Сіз көріп тұрсыз ғой, білесіз ғой. Мысалы, мен 60-қа бара жатырмын уже. Мен қазір кітаппен отырсам, бірден оқысам, мен уже ми қабылдамайды уже. Білім қабылдамайды. Ал сіздің балаңыз қазір ми мынандай губка сияқты тартып жатыр ғой, білім. Қазір ең жақсы отыру керек кітаптармен. Ұялы телефондар емес, қазір айтады, мен қазір ұялы телефонды қазір оқимын. Оқымайды олар. Ойнай береді. Ойынмен ұялы телефондар ойнайды. Кітаппен отыру керек, отырғызу керек. Мысалы, еврейдің балалары біреу далада көрмейсіз ғой. Олар 4-5 кружокта барып тұрады ғой. Шахмат, математика, ағылшын тілі, басқасы, гимнастика, соны бәрін біледі ғой. Сол қалай, білімді қалай алады ғой. Кішкентай жас кезінде біледі ғой. Сол себепте еврей қазір бүкіл әлемді басқарып жатыр ғой. Білім өткені жас кезінде оқытады ғой. Давай, оқы. Сіз істейсіз ба? Анадан сұрап жатырмын. Сіз істейсіз ба? Я, біз күйеуімен істейміз дейді әйел. Мен айттым анаға. Сіз барған кезде, ол маған айтады, жауап береді дейді. Ой, аға, бізде ақша жоқ деп, неге, қыз жоқ деді. Қайдан аламыз деп. Мен анаған айтып отырмын, қарындас. Ол қарындас қой, мен 35-34 жас па, білмеймін, мен уже қаншада уже қызым деп санауға болады. Мен айтып отырмын, қарындас, сен Қазақстанда тұрасың ғой.
әрбір кішкентай қалада, бізде Қазақстанда тегін кітапханалар бар. Сол жерде барып алмайсың ба? Бізде Алматыда мен 3-4 жылдан бері қарадым, 3-4 жыл бұрын тексердім, қарадым. 28 тегін кітапханалар бар. Барып алмайсың ба кітаптар? Ештеме керек жоқ. Тек қана QR код арқылы мына тіркелесіз ғой, болды ғой. Аласыз ғой, спокойно, ешкім теспейді, ештеңе істемейді. Сіз оны бардыңыз ба? Оны білмеймін аға, оны білген жоқпын, тегін кітапханалар. Мына қазақтар, мен ойымша, мыналар әйел немесе ақша жоқ емес, оған өз балалар туралы қамқорлық жасағысы келмейді деп ойлаймын. Ал сіз қалай қарайсыз? Сондықтан айттым, сіздің мына балаларың түк түсінбейді, түк білмейді. Қалай мынадан балалардың адам болмайды ертең. Қалай қарайсыз ма? Білім жоқ болса, ертең болашақ болмайды. Жарайды, ол үлкен ғалими болмасын. Ол бірінші білім беру керек. Ертең өз қарайды. Немесе жұмыс істеу керек. Солай ма, қалай қарайсыңдар, жігіттер? Бірінші бөлімнің соңы, екінші бөлімнен сөйлесеміз.